Жұп сандар және тақ сандар. Бүгінгі сабақта біздер осы екі түрлі санның тобы туралы сөйлесіп көрейік. Жұп сан дегеніміз бұл қысқаша айтқанда екіге бөлінетін сандар. Мысалы 4, 6, келесі жұп санында 8, тағы сол сияқты. Бұлардың бәрі жұп сан болып саналады. Жұп деген сан жалпы не мағынаны білдіреді? Мысалы келтірейік, сендер достарыңмен жиналып футбол алаңына футбол ойнауға барасыздар. Егер 10 бала жиналып барсаңдар, сендер екіге бөлініп ойнай аласыңдар, яғни әр топта 5-5 баладан болады. Сонда 10 деген сөз, жұп сан деген сөз, өйткені бұл екіге бөлінеді. Екі топқа ешкім қалып қоймайтындай қылып бөліне аласыңдар. Ал егер сендер 10 емес 11 бала болып баратын болсаңдаршы, 11 бала болып баратын болсаңдар, сендер екіге бөліне алмай қаласыңдар, бір бала қалып қояды. Сондықтан бұл тақ сан болып саналады. Енді тақ сандар қандай тақ сан болуы мүмкін? Тағы да бірден бастап 1, 3, 5, 7, 9, 11, тағы сол сияқты тақ сандар кете береді. Ал жұп сандар, астыңғылары тақ сандар. Жалпы берілген сан жұп сан ба, тақ сан ба екенін анықтау үшін қалай қараймыз? Мысалы, ең соңғы цифрасына қараймыз. Мысалы, бізге 24 деген сан берілсін. Бұл жұп болу үшін бізде 4 2-ге бөлінсе, сонда біздің толық берілген санымыз жұп сан деген сөз. Ал егер соңында 35 берілген болса, бұл тақ сан болып қалады, өйткені ең соңғы саны 2-ге бөлінбейді. Міне осылай біздер санның тақ па, жұп па екенін анықтай аламыз. Кез келген мысалы 128 болсын. Дәл солай біздер мына соңғы санның жұп па, тақ па екеніне қарап, ол сан жұп па, тақ па екенін анықтай аламыз. Яғни 2-ге бөлінсе, ең соңғы сан бұл жұп сан, ал 2-ге бөлінбесе, бұл тақ сан. 0 санышы. 0 саны бұл жұп сан болып саналады ма, тақ сан болып саналады ма? 0 саны математиктардың келісуі бойынша бұл жұп сан болып саналады. Өйткені 0-ды 2-ге бөлетін болсақ, біздердің жауабымыз қандай болады? Бұл тағы да 0 болады. Сондықтан бұл тақ сан болып саналады. Және де бұл бізге өте ыңғайлы болады. Өйткені біздер 10-ды қарайтын болсақ, немесе 100-ді қарайтын болсақ, 100 2-ге бөлінеді ғой. 100-ді 2-ге бөлінген кезде біздер 50 аламыз. Сондықтан 0-мен бітетін сан да жұп сан болып саналады.